Сәлем достар, бүгін біз самсаның ерекше тәсілін қолданып жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 150 грамм сүт қажет, жылытылған. Оның үстіне бір жұмыртқамызды шағамыз. Және шамамен бір қасықтай тұз саламыз. Және 50 грамм ерітілген сары май. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Және 10 грамм ашытқы саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сүтіміз қатты ыссы болмау керек, себебі ашытқымыз қатты ыссы сүтке пісіп кетсе, қанымыз көтерілмей қалады. Сондықтан тек қанжылым жылы сүт аламыз. Үстіне 400 грамм ұн. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмсақ болып қамелейміз. Жан-жағын осылай тазалап ұндарын ала отырып илейміз. Сонда ыдысымыз таза болады, өзімізге жақсы болады. Кезінде анам айтатын, нан илегенде әрдайым ол тағын нан пісіретін нан болсын, немесе бешбармақты нан болсын, илегенде ыдысың әрдайым жылтырап таза болсын деп. Сол кезде әйел адамның шеберлігін, икемділігі содан білініп тұрады деуші еді. Мен өзім анамдан нан илесе, әйелім барлығын таза қылып илейді, және бізге барлығымызға осылай таза ұстауды үйретті. Қыз баланың шаруаға икемділігін, тазалығын осыдан да байқауға болады деуші еді. Сол үшін анамызға әлі күнге дейін рахмет айтамыз. Осылай түрлі ас әзірлеуді, түрлі астарды үйреткен. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап иін қандырамыз. Біздің қамыр жақсы болды. Ие қанды. Осыны бір жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Жылы жерге қойсақ, тез нанымыз көтерілетін болады. Сосын жалғастырамыз. Мен осылай бірінші пакетпен орап, осыны жақсылап жауып қоямыз. Ал достар, біздің қамырымыз дайын. Осылай әдемі болып көтерілді. Үстін баспай осылай төрт бөлікке бөлеміз. Төртеу немесе одан да көп. Осылайша дөңгелектеп саламыз. Біздің қамырымыз жақсылап әдемі болып көтерілді. Жол сүтке илегесін. Сіздер де осылай жол сүтке илесеңіздер, жақсы көтерілетін болады.
Осылай бөліп жоқ қоямыз. Достар, мен фаршымды дайындап қойдым. Фаршпенен жуаны араластырып осылай дайындаймыз. Мен жаңағы қамырларымызды алып осылай әдемілеп шығарамыз. Достар, міне біздің қамырымыз дайын. Фаршымызды алып осылай әдемі салып шығарамыз. Осылай дөңгелектеп саламыз салмамызды. Дөңгелектеп саламыз. Ортаға тесіп аламыз. Және осылай біріктіріп шығарамыз. Өте керемет болады. Осылай әдемілеп жаймен біріктіреміз. Осылай дайын ферментті табамызға салатын боламыз. Үлкен жағымызды астына қаратамыз. Үстіне осындай қылып жұмыртқаның тек сарысын жағып шығатын боламыз. Dostlar, біздің самсаны дайын болды. Енді 180 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз.